Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған WebMoney кошелегіндегі ақшаңды Қазақстанның кез келген банк карточкасына қалай аударуға болатынын жайлы айтқым келіп отыр. Егер де саған осы информация қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сонымен WebMoney кошелегіндегі ақшаңды Қазақстанның кез келген банк карточкасына аудару үшін саған мынандай сайт керек болады, Best Change деген сайт. Бұл сайттың ссылкасын мен осы видеоның астына тастап кететін болам. Мына сайтқа осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады. Сосын егер де сен WebMoney кошелегіндегі тағы да басқа электронды кошелектеріңдегі ақшаларыңды банк карточкаңа тағы да біраз шығаратын болсаң, міндетті түрде бұл сайтқа тіркеліп алғаның дұрыс менің ойымша. Егер де тіркелгің келмейтін болса, тіркелмей қойсаң да болады. Сонымен бұл сайт арқылы WebMoney кошелегіндегі ақшаңды банк карточкаңа аударып алу үшін мына жерде отдадите деген жерде VMZ деген таңдайсың. Мына жердегі VMZ дегеніміз WebMoney кошелегіндегі долларовый ақшаң. Егер де сенің WebMoney кошелегіндегі ақшаң теңге шотыңда болатын болса, міндетті түрде WebMoney кошелегіндегі ақшаңды VMZ шот ашып, WebMoney кошелегінің ішінен теңге шотыңдағы ақшаңды VMZ шотыңа қарай аударасың. Содан кейін ғана мына сайтқа келіп, уже мына жерде VMZ деген таңдайсың, отдадите деген жерде, получите деген жерде WebMoney кошелегіңді Каспи Gold шотыңа шығарып алуың болады. Егер де Каспи Gold шотыңа шығарғың келетін болса, мына жерде Каспи банк деген таңдайсың. Егер де басқа бір банк карточкаңа шығарып алғың келетін болса, Visa MasterCard KZ деген таңдайсың. Сосын шығарып алайын деп отырған банк карточкаң міндетті түрде Visa немесе MasterCard болу керек. Түсінгенімде мына жерде банк карточкаңа шығарып алу үшін WebMoney кошелегіндегі ақшаңды Visa MasterCard KZ деген таңдайсың. Сол кезде мына сайт біздерге мынандай обменниктердің тізімін шығарып береді. Енді мына жердегі обменниктер бұл не деген сөз? Егер де сен шын өмірде теңгеңді долларға немесе долларыңды теңгеге айналдырып алу үшін обменный пункттарға барасың немесе банктарға барасың. Яғни сол жерде теңгеңді долларға айналдырып береді, немесе долларыңды теңгеге айналдырып береді. Мына жердегі обменниктер сол обменный пункттардың онлайн түрлері. Яғни түсінгеніңдей онлайн ақшаларыңды мына жердегі обменниктер шын банк карточкаңа аударып бере алады. Мына жерде көріп отырғаныңдай ең бірінші орында мынандай ManX деген обменник тұр. Бұл обменник арқылы $1.19 бастап банк карточкаңа аударып алуыңа болады. Банк карточкаңа мына обменник $1 құны 422 теңгемен аударады. Яғни сен банк карточкаңа 422 теңге болып түседі $1. Мына жердегі резерв деген сөздің мағынасы, мына обменниктің шотында 3.070.400 теңге немесе доллар бар деген сөз. Яғни осындай ақшаға дейін аударып бере алады мына обменник, түсінгеніңдей. Мына жерден өзіңе тиімді нені таңдап аласың, обменник таңдап аласың. Мысалы үшін мына обменник арқылы уже минимальный $5 бастап аударуыңа болады. Егер де сенің WebMoney'дағы ақшаң $5 төмен болатын болса, уже мына обменникті қолданғаның дұрыс. В общем, түсінгеніңдей өзіңе тиімді обменник таңдап аласың мына жерден. Мысалы ретінде MonEx деген обменник таңдаймыз. Біздерді мынандай сайтқа жіберді. Көріп отырғандай MonEx деген обменниктің сайтына жіберді. Я отдаю деген жерде мына жерге WebMoney кошелегіңнен банк карточкаңа қанша ақша шығарып алғың келеді. Мысалы үшін $25 шығарып алғың келетін болса, яғни WebMoney кошелегіңде $25 немесе $30 ақша болатын болса, мына жерге банк карточкаңа шығарып алғың келген ақшаның суммасын жазасың. Сосын мына сайттың көріп отырғаныңдай несі бар, комиссиясы бар, 20 цент.
Сосын WebMoney'дің да комиссиясы бар. Сондықтан да міндетті түрде WebMoney кошелегіндегі ақшаңа қарайсың. Сондықтан да міндетті түрде WebMoney кошелегіндегі ақшаңа қарайсың. WebMoney кошелегінде $25 болатын болса, точно $25 аудармайсың. Мысалы үшін менің WebMoney кошелегімде қазір $26.92 бар. Яғни мен WebMoney кошелегімдегі ақшамды банк карточкамен шығарып алу үшін мен $25 деп жазуым керек болады мына жерге. Себебі мына сайттың да комиссиясы бар, көріп отырғаныңдай. Сосын WebMoney'дің да комиссиясы бар. Түсіндің деп ойлаймын оны. Содан кейін мына жерге WebMoney кошелек деген жерге WebMoney кошелегінің, яғни долларовый счетыңның счетін қоясың. Мына жерде Z-тен басталатын счетыңды жазып аласың. Мына жерге қоясың. И мына жерге банк карточкаңның номерін жазасың, яғни 16 санын жазасың мына жерге. Көріп отырғаныңдай, қазір мен WebMoney кошелегімдегі ақшамды банк карточкамен шығарып алатын болсам, яғни $25 шығаратын болсам, менің банк карточкаме 10.550 теңге түседі. В общем, мына жерге банк карточкаңның счетін жазасың, мына жерге атың жазасың, фамилияң жазасың, электронды почтаң жазасың, к обмену дегенді басасың. Содан кейін мына сайт саған формочка жібереді, яғни инструкция жібереді. WebMoney кошелегіндегі ақшаңды мына сайттың WebMoney кошелегінің счетына жібересің. Ол үшін өзіңнің WebMoney кошелегіне барасың. Мысалы үшін долларовый счетыңа басасың, перевести дегенді басасың, на кошелек дегенді басасың. Мына жерге мына сайттың WebMoney кошелегінің счетін жазасың, кому деген жерге. Мысалы үшін мынандай счетті қоясың, $25 деп жазасың. Примечание деген жерге, егерде мына сайттың инструкциясында примечание деген жерге бірдеңе жазу керек деген болса, сол примечание деген жерге, в общем, сандар болуы мүмкін, код болуы мүмкін, бірдеңе жазасың. И далее дегенді басасың. WebMoney кошелегіндегі ақшаңды мына сайттың WebMoney кошелегіне аударасың. Мына сайттың WebMoney кошелегіне ақшаңды аударғаннан кейін мына сайттың менеджері, яғни сенмен жұмыс жасап отырған адам 5 минутпен жарты сағаттың ішінде немесе 1 сағаттың ішінде мына жерге жазған банк карточкаңе ақшаңды жіберетін болады. В общем, түсінгеніңдей, WebMoney кошелегіндегі ақшаңды Қазақстанның кез келген банк карточкасында осылай шығарып алуыңа болады. Ешқандай да қиындық жоқ, көріп отырғаныңдай. Сосын бұл сайт ешқандай да мошенник сайт емес, көріп отырғаныңдай, бұл сайт 2016-дан бері жұмыс жасап тұр. Егерде мына сайт мошенник болатын болса, мына Best Change деген сайт мына жерден шығармайтын еді. Мысалы үшін мына Best Change деген сайт 2007-тен бері жұмыс жасап тұр. Сондықтан да ешқандай да қорықпай WebMoney кошелегіндегі ақшаңды банк карточкаңе аударып ала беруіңе болады. Сосын бұл сайт арқылы тек қана WebMoney кошелегіндегі емес, басқа да электронный кошелектеріңдегі ақшаларыңды осылай аударуыңа болады. Сосын тек қана электронный кошелектеріңдегі кәдімгі ақшаларыңды емес, криптовалюта ақшаларыңды да аударуыңа болады банк карточкаңе. Жалпы бір сөзбен айтқанда Best Change деген сайт осындай өте керемет сайт. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егерде бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс.